Баршаңызға сәлем. Біздегі алғашқы сабақ әннің текстін шығару. Ол үшін бізге Magic School деп аталатын платформа қажет, яғни жасанды интеллект. Бұны орыс тілінде де, ағылшын тілінде де қолдана беруге болады. Перевести на русский деп аударып аласыздар. Мына жерде sing up free деп тұр, яғни регистрация жасау. Google аккаунтымыз арқылы регистрация жасаймыз. Мен бұрын сонда жасағандықтан login дегенді басып, бірден кіре беремін. Регистрация жасау ешқандай да қиындық тудырмайды. Просто Google аккаунтыңызды белгілейсіз и все. Продолжить дегенді басасыз. Мінекей біздің платформамыз ашылып жатыр. Мінекей осы ашылады платформа. Волшебные инструменты деген меню ғой. Осылай вот ашылып тұрады. Осының ең астында генератор песен деген бар. Соған барамыз. Негізі бұл платформамен тек қана ол ән шығару емес, мінекей көріп тұрсыздар. Одан да бөлек неше түрлі нәрсе жасауға болады. Мінекей генератор песен дегенге барамыз. Әнді ағылшын, орыс тілінде жазып алып, кейін қазақ тілінде аударып алған дұрыс негізі. Мына жерде тема песни дегенге барамыз. Мен перевести на русский демін. Мына жерде русский деген жанда 3 точка бар. Выбрать другой язык. Русский деген үстін басып, казахский деп қазақ тіліне аударып жасап көріңіздер. Менде біресе қазақша әнді бірден шығарып береді, кейде қазақша емес, тек орысша немесе тек қана ағылшынша шығарып қалады. Әркез әртүрлі да. Вот сол үшін осылай бір жасап көріңіздер. Алдындары мысалы қазақша деп болса қазақ тіліне аударып өлең шығарған кезде бірден қазақша текст шығарған тұғын. Осы жолы мысалы шықпай қалып жатыр. Енді әннің тақырыбы деген жерде өзі мысал ретінде көрсетіп қойған. Смит деген мырза деп тұрып жазған. Мен мысалға Жадыра есімді ару деп басында жазайын. Оның астында әнге қосылатын мәліметтер дейді. Вот сол жерде сіз толықтай жазып кетесіз. Мысалға мен презентация жасаймын, YouTube канал жүргіземін, жасанды интеллект арқылы ән шығарамын, мұғалімдерге көмектесемін деген сияқты. Көмектеседі, яғни үшінші жақта жазастарға ол сөйтеді, ол бүйтеді деген сияқты. Ол ән шығарады, ол презентация жасайды деп осы Жадыра есімді ару осылай жасайды деп осы жерге толықтай мәліметті жазып кетесіздер. Сосын ең астында орындаушының аты мен әннің аты деп тұр. Мен бұл жерге жай бір әнді жаза салам. Негізі өздеріңіздің осы ойлаған әндеріңізге мағынасы, сөздері сай келетін әнді жазғандарыңыз дұрыс. Онда да ағылшынша әнді, қазақша әндеріңізді олар бәрі тауып бермейді, дұрыс шығармайды. Мен ол жерде питбул деп жай жаза салдым. Сосын астындағы жасау дегенді басамыз. Негізі осы питбулдың осы Rain Over Me деген әннің сөзіне ыңғайлап тұр жазып береді. Сол үшін өз әндеріңізге мағынасы сай келетінді таңдаңыздар. Генерировать дегені басқаннан кейін мінекей бізге тексті шығарып берді, кәдімгі куплеті, қайырмасы деп тұрып. Бірақ ағылшынша перевести на русский деп орыс тіліне аударып алып, кейін қазақ тіліне переводчикқа салып барып аударғандарыңыз дұрыс. Өйткені бұл прямой қазақ тіліне дұрыс аударып бере алмайды осы платформа. Вот сол үшін переводчикқа саламыз, бірақ сөздердің мағынасына сәйкес келуіне шамалы қарап мән беріп жіберсеңіздер, өйткені бұл енді кәдімгі тірі ақындар секілді бір қатты ұйқастырып шығармайды да. Вот сол үшін сөзіне былай мән беріп қарап жіберіңіздер. Енді әрмен қарай келесі платформаға өтеміз. Текст жазуға арналған тағы да жасанды интеллекттермен таныстырып өтейін. Ол үшін Chrome'a кіреміз и написать текст для песни деп жазамыз. И деген яғни искусственный интеллект деген қысқартылған түрі. Мұнда неше түрлі жасанды интеллекттер шығады. Соның ең біріншісі чат инфо дегенге кіріп көрсетейін. Мына жерде выбрать режим деп тұр. Написать песню деп өзі автоматты түрде таңдалып тұр. Енді какую песню написать деп бізден сұрап тұр. Біз мына жерге жаңағы алдыңғы жасанды интеллектке жазғандай тоже жазамыз. Песня о девушках по имени Жадыра деп тұрып. Презентация жасайды деп, YouTube-пен айналысады дегенде, соны барлығын түгелде осы жерге толықтай жазамыз да, отправить дегенді басамыз. Толықтай жаздым барынша, отправить дегенді басамыз. 1 минутқа да жетпейді. Менде бірінші куплет, одан кейін қайырмасы, екінші куплет деп тұр. Бізге бірақ орыс тілінде шығып береді. Осыны аламыз да, дәл алдыңдай
переводчикке салып, қазақ тіліне аударып, Suno деген платформаға кіріп, дәл жаңағыдай әнімізді жаза беретін боламыз. Одан бөлек Nicebot деген нейросет бар. Бұл да тоже сондай. Дәл жаңағы чат инфо сияқты текст жазамыз, отправить деген басамыз, дәл сондай бізге нені жасап береді. Әннің текстін шығарып береді. Мінекей бар жоғы осындай. Жасау жолы көріп тұрғандарыңыздай өте жеңіл, оңай, түсінікті. Енді жазған сөзіміздің әнін құрастыратын боламыз. Ол үшін бізге осындай Suno деген жасанды интеллект қажет. Осында home деген жерде басқа адамдардан құрастырған әндері шығып тұрады. Кіріп тыңдап көрсеңіздер болады. Енді ең астында мұнда дөңгелек тұр ғой. Бір как-то фиолетовый цвет сияқты, Осын бұл жерде менің аккаунтым көрініп тұр. Мына жерде sing out деп қазір шығып кетіп, қайтадан тіркеліп көрсетейін. Негізі бұрын соңды тіркеліп, мен уже әндер жазып қойғанмын. Қазір sing out дейін. Мінекей, кірген кезде мына жерде sing in деп тұрады. Осы ашылған кезде осылай дәл осылай ашылады. Sing in деп тұрады. Мына жерде Google-дың несін басамыз, значогын. Яғни Google аккаунтымыз арқылы тіркелеміз. Мінекей, сайтқа кірдік, бізден артық ешқандай әрекет күтпейді, сұрамайды. Енді сол жақ шетте create дегенге барамыз, яғни музыканы создавать етеміз. Оңайырақ болу үшін жұмыс жасауға мышканың оң жақ басып перевести на русский деп орыс тіліне аударып алайық. Дұрыс осы. Мына жерде жоғарыда обычай деген бар. Соның несін галочкасын жандырып қоямыз. Енді астында текст песни деген жерге жаңағы біздің құрастырған текстімізді қазақ тіліне аударып аламыз, переводчикке салып, и копировать етіп, осы сайтқа, осы текст песни деген жерге ставить етеміз. Тексті полный вставить еткеннен кейін толықтай бір қарап тексеріп шығамыз. Арасында мысалға бірінші куплет, қайырмасы, екінші куплет деген сияқты сөздер болмау керек. Өйткені жасанды интеллект сол сөзді де оқып, әннің ішіне ол текстте кетіп қалады. Вот сол үшін дұрыстап анықтап қараймыз. Ұнамаған жері болса реттеп аламыз. Одан кейін астында стиль музыки деген жерге музыканың жанрын жазамыз. Мына жерде мысал ретінде астында өздері беріп қояды. Джаз, гумбо, поп, рэп деген сияқты әртүрлі жанрды беріп қояды. Соның ішінен өзіңізге ұнайтын жанрды таңдайсыз, немесе просто қолмен теріп жазуға да болады. Бұл жерге бір жағынан бір емес, бірнеше жанрды қосып, содан музыка шығарсаңыздар болады. Заголовок деген жерге әннің тақырыбын жазып қоямыз. Болғаннан кейін ең астында создавать дегенді басамыз. Көп ұзатпай бізге бір емес, екі түрлі әнді шығарып береді. Біреу ұлдың даусымен, біреу қыздың даусымен деген сияқты. Соның қайсысы ұнайды, соны таңдап аласыздар. Бұл жерде бір жағынан неге кіргеннен кейін сайтқа сіздерге 50 кредит беріледі. Яғни тегін, одан артық бір айдың ішінде кредиттер қолдана алмайсыздар. Егер де тағы да көбірек ән шығарамын, бірақ тегін түрде болсын десеңіздер, просто басқа аккаунтпен осы сайтқа кіріп жасай берсеңіздер болады. Негізі одан да бөлек тарифтері бар. Көрем десеңіздер, мұнда 50 кредит деген үстен бассаңыздар, өзі шығып тұрады тарифтер. Мінекей, бізге екі әуен шығарып берді. Осы екеуін де тыңдап, қайсысы ұнайды, соны скачать етіп алуға болады. Алдымендегі жарық, шығармашылық көзденуде, педагогикалық шеберлік, ол біліммен бөліседі. Әр сыныпта ол жетекші, армандар толысқан ютуб арнас. Оның сабақтарының арқасында біз әрқашан теңеміз. Шығармашылық гүлденуде, педагогикалық шеберлік, ол біліммен бөліседі. Әр сыныпта ол жетекші, армандар тоғысқан ютуб арнасы. Оның сабақтарының арқасында біз әрқашан. Енді ұнаған әніміздің
оң жақ шетінде 3 нүкте бар. Соны басқан кезде бізге скачать деген батырма шығып тұрады. Мінекей, соған барамыз. Аудио, видео деп тұр. Аудио дегенді басамыз. Сонда мінекей жоғарғы қарай скачать етілді. Үстінен басып көрсеңіздер де болады. Қосып көріңіздер, тыңдап көріңіздер. Бұл негізінен мой компьютерге кіргенде, немесе проводникке кіргенде, сонда загрузки деген бөлімнің ішінде тұрады. Қазір кіріп көрсетейін, мінекей проводник деп тұрады менде. Вот осы жерде загрузки дегенге барамын. Сонда кәдімгідей MP3 форматта тұрады. Осыны мысалы WhatsApp веб арқылы кіріп, немесе өзіңіздің телефонға жүктеп, содан кейін барып WhatsApp-қа жіберіп деген сияқты оңай жібере бересіздер. Сайтымызға қайта оралып, 40 кредит деп тұр ғой, соның үстінен бассаңыздар, 3 түрлі тариф беріледі, соны көрсетіп қойған. Яғни бір айда қанша әуен қолдануға болады, қандай мүмкіндіктер бар, соның барлығын көрсетіп қойған. Бір оқып шықсаңыздар болады. Негізі осы тегін түрінің өзінен де көп музыкалар шығаруға болады.